Енді естілді ма? Енді естілді ма? Естілді ма? Естіліп тұр ма? Даусым естілді ма? Мына ұят болды ғой, эфир уақыт алады осылай, даусым естілді ма деген сөздер. Естілді. Онда сабақты бастайық. Онсы да біраз уақытымыз өтіп кетті. Құрметті қатысушылар, бүгінгі тақырып жалпы біздің көңіл күйге байланысты болады. Көңіл күй энергияға тағы соған байланысты жалпы біздің адам жалпы өзгеріс адамда қалай көп кісілер бізде өзгере алмай жатады. Қанша техникаларды білеміз, бірақ бізге өзгеру қиын болып жатады. Осы нәрселер бүгін тағы да қозғалатын болады және басқа тақырыпта. Негізі адамның өзгеруі біз ойлаймыз, мидан деп. Шын мәнінде мидан деп ойлаймыз. Мен де солай ойлап келгем, бірақ негізінде шын мәнісінде адамның өзгеруі жүректен басталады екен. Соған қалай қарайсыздар? Жүректен. Не себепті дейтін болсақ, негізі мысалы бала жатырда, бала ұрық болып қалыптасады ғой. Сол кезде ең бірінші мидан бұрын жүрегі қағады екен да баланың. Яғни жүрегі қаққаннан кейін барып ми қалыптасады. Яғни жүрек негізі бізге Алла тағаланың берген бірінші, былайша айтқанда, бірінші сыйлығы біздің адамға берген, біздің бірінші орган дейма, яғни біздің бірінші мүшеміз. Сондықтан бізді ұдайы жүрегіміз басқарып тұрады екен. Егер оны шынайы көз жеткізу үшін қарасаңыздар 5-6 аптасында, яғни жүрек қағысы болғаннан кейін барып, 5-6 аптадан кейін барып, бағанағы айтқандай осы миы басқа нәрселер, волокна дейді ғой, солар қалыптаса бастайды. Енді біздің эмоциямызды біздің жүрек ритміміз басқарады. Жүрек ритміміз басқарады. Не себепті дейтін болсақ, себебі жүрек пен ми өте тығыз байланыста. Егер сіздің миыңызда түрлі күйзеліс, түрлі ойлар болатын болса, ол не істейді? Ол жүрекке барады. Және жүрек оны өзіне ауыр қабылдайды, ол дұрыс жұмыс жасамайды. Яғни вариабельность сердца дейді ғой, вариабельность сердца осы жүректің соғысы дұрыс болмайды. Сол кезде адамда күйзеліс, сол кезде адамна стресске түсіп кетіп жататыны осы жүрекпен өте қатты байланысты. Енді қазіргі заманның технологиясының 75% осы жүректің қағысына қарап, адамдардың қаншалықты ойын, адамның не ойлап тұрғанын тіпті біліп қоюға болады екен. Жүректің ритмына қарап та, тіпті миға қарап, сіз білмейсіз ғой, миді зерттеп, ми не ойлап тұр емес. Именно жүректің ритмына қарап, адамның қандай әрекетте тұрғаны, не жасайын деп тұрғанын, не жасағысы келіп тұрған, осының бәрін жүректің ритмына қарап анықтайтын осындай арнайы құрылғылар шетелде шығып жатыр. Бізге де енді келеді деген ойдамын. Енді мысалы көбіне стресске түсіп, көбіне аурушаң болып, өз-өзін жеңе алмай, күйзелістен шыға алмай жүретін адамдардың себептері олар низкий вариабельность сердца, яғни жүректерінің вариабельності қағыс деп аудардым өзім. Сол жүрек қағыстары өте төмен адамдар. Жүрек қағысы өте төмен адамдардың ол күйзелістен шығуы да өте қиын болады. Сіздің жүрегіңіз әлсіз болып тұрған кезде, сіздің жүрегіңізге нагрузка көп түсіп тұрған кезде, адам да сол бұрынғы күйзелісінде жүре береді екен. Енді көбіне жетістікке жететін адамдар, кәсіпкерлер, спортсмендер, олар қалай жетеді? Айтыңыздаршы, қалай жетеді олар?
спорт арқылы, жаттығу арқылы. Яғни адам көбірек жаттығу жасап, көбірек денесін шынықтырған сайын оның, яғни вариабельность сердцасы артады да, оның стрессовый жағдайда шешім қабылдау, оның түрлі күйзелістерден, түрлі бір кедергілерден шығып кету мүмкіндігі өте жоғары. Сондықтан да военный, бар ғой біздің физкультура мамандықтарында осындай адамдарды спортқа қатты дайындайды ғой, әскерде. Не себепті? Себебі адамдардың шынықтыру үшін, жүрегін шынықтыру. Шын мәнінде олар ойлайды, тәнін шынықтырып жатыр, тәні шынығып жатыр, мускуласы дамып жатыр, жігіт күшті деп. Шын мәнінде олай емес. Шын мәнінде тәнді шынықтыруға болады, бірақ уақыт өте келе тәнді шынықтырмасаңыз бұлжырап кетеді тәні, бірақ жүректі шынықтырып жатыр да, адам жүректің қағысын шынықтырып жатыр, вариабельность сердца дейді. Енді осы жүрегіңізде возвышенный эмоция, жүрегіңізде жаңағы алғыс, мен айтып жатырмын осы уақытқа дейін, алғысты сезініңіз, жоғарғы сезімдерді сезінуге тырысыңыз, терең демалыңыз. Осы сәтте жүрегіңіз сезінген кезде ол не істейді? Ол миға сигнал жібереді, түсінесіздер ме? Жүректеріңіз ашылған кезде, МКТ өткен адамдар түсінеді, МКТ өткен кісілер білесіздер ме бұны? Ағай айтқан болу керек, мен енді оны толықтырып айтып жатырмын. Жүрегіңіз ашылған кезде, жүректің қағысы жоғарылаған кезде біздің санамыз да ашылады екен. Біздің кейбір кезде бір сұрақтың жауабын таппай, бір адам жүреді ғой, адасып, қай жерден не болады деген кезде, сол кезде әсіресе жүрек қағысы, таза ауаға шығып кету, жаңағы таза ауада жүру, осының бәрі біздің жүрек қағысымызды реттеген кезде біздің санамызда ашылып, дұрыс шешімдер келе бастайды екен. Жүрек қағысын реттеу үшін сонымен түсінікті болды. Біз не істейміз? Жаттығумен айналысуымыз өте маңызды. Араларыңызда жаттығумен айналысатын кісілер бар ма? Жүгіру, жүру деген сияқты жаттығулармен айналысатын кісілер бар ма? Бар болса, плюс қойып отырыңыздар, дұрыс сигнал береді. Оны аудиода тағы да толықтырып айтам. Енді бүгін сіздерге тағы айтатын нәрсе, біздің негізі жүрегіміз, адамның өзі жүрек қалауы деген нәрсе болады. Осыны бір кей кезде бір жерге барғың келіп, бірақ барамай қаласың. Кей кезде бір нәрсені қаламай тұрып, бір жаққа барасың. Кей кезде бір нәрсені жасағың келмей жасайсың. Кейде осындай бір жүрегіңіз қаламай тұрған әрекеттерді жасау деген нәрсе болады. Бұл не себепті болады? Венера ханым, бұл не себепті деп ойлайсыздар? Бұның бәрі сол, біз жүрегімізді дұрыс басқара алмаймыз. Яғни жүрекпен дұрыс жасамайды екенбіз, дұрыс жұмыс жасамаймыз. Яғни жүрегіміздің ритмін дұрыс ұстамаймыз. Және егер менің өткен сабағыма қатысқан кісілер болса, біз өзіміздің жүрегіміздің қалауын орындамаймыз. Түсінесіздер ма? Өткен сабаққа қатысқан қанша кісі бар осы жерде? Плюс қоя кетіңіздерші, білгім келіп отыр. Менің өткен курстарыма қатысқан. Қонақтан келгем, форс-мажор, бүгін сол себепті сабақ кішкене кешігіп басталды. Өткен сабақ жоқ сияқты. Онда толықтырып айта кетейін, қалау туралы. Бір кісі бар екен. Шын мәнінде бұл жүректің қалауы деген нәрсе өте адамның өмірінде өте үлкен маңызды роль атқарады. Менің өзім бұны түсінгенім, достар, шынымды айтайын, менің өзім түсінгенім осы арнайы курсқа қатысу арқылы түсіндім.
мен бұл уақытқа дейін адам қалауын орындау, адам жүрек қалауына ілесу, жалпы ондай нәрсеге мән бермейтін. Мен көбіне өзім осы уақытқа дейін мимен ойлау керек деп. Мимен адам өзін мимен басқару керек. Яғни ақылмен жаңағы бір болады ғой, бір логикаға сүйеніп басқару керек деп. Сондай нәрселерге көп жүгінеді екен да. Шын мәнінде адам өзін жүрегінің қалауына ілесіп басқару керек. Яғни жүректің қалауын көбірек орындау өте маңызды. Осы нәрсеге сенесіздер ма? Бұл нәрсе былай айтқан кезде бір түсініксіз да, түсініксіз бұл нәрсе. Орындаған кезде білінеді. Орындаған кезде білінеді, жүректің қалауы деген нәрсе сіздер кәдімгі тәжірибелік тапсырма ретінде орындайсыздар. Өткен курсқа қатысқан кісілер, сіздер орындап жүрсіздер ме? Қалау туралы тапсырмалар болып еді ғой. Орындап нәтиже алған кісілер бар ма? Бәрі алды деп ойлаймын өзім. Енді жүректің қалау деген, енді жүректің қалау демей-ақ қояйық, енді өзіміздің қалау деп айта берейік. Жүректің қалауы бар және мидың қалауы бар. Екі нәрсе бар адамда, иә? Мидың қалауы ол көбіне не ол? Мидың қалауы ол көбірек жаңа қызықтау, көбірек демалу, көбірек былай үш нәрсе ғой, күлу, көбірек тамақ жеу, көбірек ұйықтау. Вот мидың қалауы осы үш нәрсеге негізделсе, жүректің қалауы ол көбіне біздің дамуға негізделеді. Ол сіздің ішкі жан дүниеңіздің ішкі жан дүниеңнің дамуына апаратын жолға меңзейді. Яғни, мысалы, оны мен бұрын былай ойлайтын, жүректің қалауы деген бір биік арман, мақсат бітті, соны қойып алу керек, соны ойлап жүру керек. Олай емес. Ол арман, мақсат ол бөлек, бұл айтылады қазір. Жүректің қалауы деген күнделікті кәдімгі жай әрекеттерден шығады. Түсінесіздер ме? Күнделікті жай әрекет. Мысалы, егер сіз, күнделікті шай ішіп отырсыз, кофе ішіп отырсыз, сол кездің өзінде сіз соны жүректің қалауыңызбен ішіп отырсыз ба? Әлде тәннің қалауы, үш нәрсе, тәннің қалауы, мидың қалауы және жүректің қалауы. Тәннің қалауы жаңағы ішіп жеу, сол, ал мидың қалауы. Осы үш нәрсе жүрекпен, мимен тәннің қалауы жаңағы үш нәрсе, ұйқы, күлкі және ұйқы, күлкі, так, үш нәрсе айтты, мен ұмытып қалдым уже. Кішкене кеш болғаннан кейін миым шаршап отыр деме. Осы үш нәрсе ми мен және тәннің қалауы. Шай ішіп отқанда автоматты түрде мысал келтірейін. Шай ішіп отқанда сіз жақындарыңызға ілесіп, автоматты түрде бүйтіп жеп отырсыз ба, әлде шынымен жүрек қалауыңызбен ішіп отырсыз ба? Соны байқайсыздар, бақылайсыздар. Егер жүрек қалауыңызбен ішіп отырсаңыздар, көбіне адамдар қазір балалардың өзі шай ішкен кезде, тамақ ішкенде телевизор көріп отырып ішеді, смартфон көріп отырып ішеді, гаджет көріп отырып ішеді. Олар не істейді? Ол кезде автоматты түрде ішіп отыр, Олар тән ішу керек, ішеді, бірақ шын мәнінде сезініп ішіп отқан жоқ. Тәннің қалауымен ішіп отыр. Ал егер шынымен жүректің қалауымен адам өзінің қалауымен ішіп отырған кезде, ол соны кәдімгідей сезіну керек. Түсінесіздер ме? Сезініп, жалғыз шай емес ол. Қандай нәрсе істеп отырсаңыз да сезініп, жазу жазып отырсыз ба? Мысалы да? Жазу жазып отырсаңыз, сезініп жазу. Алғысты жазып отырсаңыз, жүрекпен сезініп істеу. Далада жаттығу жасап жүрсеңіз, жүрекпен сезініп жасау. Біреумен әңгімелесіп отырсаңыз, жүрекпен әңгімелесіңіз, тәнмен емес, мимен емес, жүрекпен. Сериал көріп отырсыз ба? Сізді дамытатын жақсы сериалдар бар ғой. Кәдімгідей жүрекпен беріліп көру. Миыңызды жан-жаққа бүйтіп шашыратып, әр нәрсені бір көріп, ойбай, мынаны үлгерейін емес, кәдімгідей фокус бір жерде болу өте маңызды. Сол кезде не істейді? Біздің жүрегіміздің жаңа ВСР, вариабельный сердцамыз біздің түзеледі екен. Яғни біз фокусымыз дұрысталған сайын
біздің жаңағы жүрегіміздің де қақысы дұрысталады да. Және міндетті түрде спорт. Міндетті түрде спорт. Одан кейін қалауды білу үшін не істейміз жалпы? Көп адамдар өмірде не себепті бақытсыз деп ойлайсыздар? Мен бұрын былай ойлайтым. Мен былай да, біреулерді жағдайын көп ойлайды екенмін да, біреулердің жағдайын ойлап, біреулер үшін өмір сүріп, біреулерге көмектесу керек, әлемді өзгерту керек, тағандай мынандай әлемдегі проблемаларды ойлап, соны бір шешкім деп сөйтіп жүреді екенмін да. Шын мәнінде әлемнің проблемасын, бір қоғамның проблемасын біз шеше алмаймыз. Достар, мен соны түсіндім. Біз нені шеше аламыз? Біздің мәселеміз проблема, яғни біздің мәселеміз қоғамның проблемасы, өзгелердің проблемасы, ондай емес. Біреудің даже өзгелерді өзгерткіміз келіп жүреді ғой, біз өзгелердің өзгергенін қалап жүреміз. Біздің мәселеміз өзгелер емес, қоғам емес, әлем емес, күйеуіңіз емес, басқа емес, туысыңыз емес. Біздің мәселеміз, яғни не? Өзіміз, яғни өзіміздің жаңағы қалауымызды анықтап, өзімізді бақытты, өзімізді қалауымызды орындау арқылы бақытты сәтке жеткізу. Түсінесіздер ма? Түсінікті ма? Қалау деген ол барып бір жаққа көшіп кету емес, тағы да айтамын, орын ауыстыру емес. Қалау деген жұмысыңды тастап кету емес. Қалау деген ол кішкентай әрекеттерден басталады. Кішкентай нәрседен ләззат алып үйрену. Өмірдің әр сәтінен ләззат алып үйрену. Өзіңді өзгелермен салыстыруды доғару. Біз көбіне миымыз салыстырып жүреді ғой, салыстыруды доғару, өзіңді төмен санауды доғару, өзіңді артық санауды доғару, өзіңді ақылды санауды доғару, өзіңді кем санауды доғару, өмірді өзгертемін, өзгелерді өзгертемін деген ойлардан мүлде арылып, өзің үшін өмір сүруді бастау. Достар, мен осы нәрселерді естігенде өзім шок болдым. Менде осы уақытқа дейін өзгелер үшін өмір сүріп келген адаммын, шын мәнінде. Соңғы айларда ғана түсіндім. Яғни өзің үшін өмір сүріп үйрену. Күніге 1 сағат өзіңе арнау. Мари деген бір қыз бар, Мәскеуде. Көбіне орыстардың несін көп көремін да, Инстаграм несін. Сол кезде мен қалай өзгердім деген кезде ол бүйтіп айтады да, мен күнде 1 сағат, кішкентай баламен үйде отырған, сол кезде күнде 1 сағат уақытымды өзіме арнадым дейді. Күнде 1 сағат уақытымды өзіме арнадым. Бұл 1 сағат уақытымда мен өзім қалаған нәрсені істеймін. Достар, тағы да айтайын, тәннің қалаған, мидың қалаған ұйқы, күлкі, жаңағы сериал сондай қызықтар емес. Именно жүректің қалаған нәрсесін істеу, яғни сізге ұнайтын әрекетпен айналысу. Түсінесіздер ма? Қыдыруды, далаға серуендеу ма, жақсы бір сериал көретін болсаңыз, сізді дамытатын сериал көру, бір білмеймін, не бар, дүкен аралау дейік, мақұл енді, дүкен аралауда қатты ол шапағөлікке айналып кетпеу керек, өзіңіз қалаған гаджеттен, соткадан шетке қою, сотканы бәрін ысыру, сыртқы тәуелділіктерді ысыруда ішкі өзіңе уақыт арнау өте қатты көмектеседі. Өзіңді тануға, өзіңе күнделікті 1 сағат, 1 сағат бірден арнау мүмкін емес, ол мүмкін емес. Бірден 1 сағат өзіңе арнау, ол үлкен сыйлық. Мысалы, мен өзім үшін 3 балам бар, отбасым бар, жолдасым бар, күнделікті тірлік көп қой, жұмыс бар деген сияқты. Күнделікті 15 минут хотя бы содан бастаңыздар. Күнделікті 15 минут мен өзіме қалай арнаймын, өзім үшін не істей аламын, өзім үшін. Күнделікті 15 минутта мен өзім үшін не істей аламын деген кезде мен отыра қалам да, өзіме жаңағы өзімнің миымда жүрген бітпейді ғой, мида сұрақтар, ана не істеймін, мынаны істеймін, анда жаңағы интеллект карта жазамын. Отыра қалып. Сол кезде сұрақтардың бәрін сүріп тастаймын, миында айналып, шиырлап шешілмейтін мәселелердің бәрі қағазға түседі, рахаттанып, босап қалам да.
кітап оқығанды жақсы көремін. Мысалы да мен көбіне психологиялық кітаптар оқығанды жақсы көремін, видеолар тыңдағанды жақсы көремін. Мен өзімдікін айтып жатырмын. Әр адамдікі әртүрлі. Сіз тоқымат оқығанды ұнатуыңыз мүмкін. Сіз ер адамдар болса бір білмеймін, болады ғой ер адамдарды. Бір нәрсені жөндеу, бір нәрсені құрастыру, білмеймін. Бір нәрсені ою, мысалы мен бір күйеуім, то есть бір подружкамның күйеуі пышақ жасайды да, жақсы көреді, прям пышақ жасайды, неше түрлі. Вот сондай бір хоббиларыңыз болуы мүмкін. Сондықтан күнделікті 15 минут күнделікті өздеріңізге арнаңыздар. 15 минут кейін ұлғайып жарты сағат, 1 сағатқа ұлғаяды. Сөйтіп өздеріңізбен өздеріңіз болуды үйренген кезде біздің өмірімізде өзгерістер орын ала бастайды екен, оказывается. Достар, вот ол бірден болмайды, аз қадамдардан болады. Аз қадамдар. Бірден өзгерістер болмайды. Енді, бүгін жарты сағат отырып қойыппын ғой, миларыңызға салмақ болып кеткен жоқ па? Эволюция әр нәрсе аздан басталады, кішкентайдан басталады. Кішкентай нәрседен, өзіңнің кішкентай нәрсеге күнделікті қаншалықты өзіңе көңіл бөлдің, өзіңнің күнделікті жетістігіңді жазу, күнделікті алғысыңды жазу, өзіңе алғыс жазу, өздеріңізбен жұмыс жасап үйрену өте маңызды. Достар, мен мысалы, мен айтпаймын, мен самооценкам күшті, бір керемет, мен осы уақытқа дейін өзімді кінәлап, солай болып келген адаммын да, кінәлау арқылы өскен өзім. Күнделікті кінәлау арқылы солай жүрдік қой бәріміз. Бірақ шын мәнінде ол адамды өсірмейді. Қашан сіз өзіңізді мақтайсыз, қашан сіз өзіңізді құрметтей бастайсыз, өзіңізді жақсы көре бастайсыз, өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналыса бастайсыз, қашан қалайтын ісіңізбен айналыса бастайсыз, вот сол кезде болады. Қалайтын іс, тағы да айтамын, ол мәселе ақша келетін іс емес, ол сізге қандай? Ол бір бизнес емес та, ол бірден ондайды ойламаңыздаршы, бизнеспен айналысып кетем, қалайтын, ой, керемет, кәсіпкер болып кетем, олай емес. Сен кішкентай адам қалайтын ісін білмесе, кішкентай қалайтын ісін білген адам үлкейеді ол. Жай үлкейеді. Үлкейген кезде ол кәсіпке айналады. Ал сіз кішкентай білмей тұрып, миың қалап тұрған істі істеп кетсең, ертең оны аяғына дейін жеткізбейсің, тастап кетесің, бітті, қалады да. Түсінесіздер ма? Миың қалаған іске ілеспеңіздер, жүрек қалаған істі кішкентайдан бастап, соны жетілдіру, үйрену. Мысалы, сізге Инстаграм жүргізу ұнай ма? Қалап тұрма жүрегіңізден сұраңыз. Сен қалайсың ба? Вот, жасаңыз. Мен, мысалы, мен өзіме психология оқыған ұнайды, бірақ маған маркетинг болады ғой, маркетинг мүлде ұнамайды екен. Инстаграм жүргізу, мен оны қызыма беріп қойым, істеп жатыр. Қазір менде 450 мың Мариченканың сабағы тұр да, бірақ оқымаймын. Не себепті деп сұрақ қойдым өз-өзіме, оказывается, мен қаламаймын. Менің миым қаламайды, бір андай сондай маркетинг саласын оқуды. Кейбір адамдар соны қалайды да. Вот мен соны түсіндім. Мен делегирование болады, яғни адамдарға бөліп тастау, әр адамға бөліп тастау, қалайтын адамдарға тауып, сол қалайтын адамға бөліп тастайсың. Негізі кәсіпкер солай ойлау керек, әр адам соны істейді, әркім өзінің қалайтын ісімен айналысады. Мәжбүрлеп айналысудың қажеті жоқ. Сүйікті іспен өзін жетілдіріп айналысу қадам-қадаммен, бірден болмайды. Вот сол сияқты қалайтын іспен айналысыңыздар. Енді тапсырма, көп сөйлеп кеттім, тапсырма қалайтын істеріңізді анықтаймыз. Бүгіннен бастап жоспар құрған кезде, бүгін не қалаймын жалпы? Бүгін жүрегім не қалайды? Асығып, бітіп мазасызданып тұрған кезде емес, жүрегіңіз терең тыныстап, кешке жатар кезде, болмаса таңертең тұрған кезде, денеңіз расслабленный, сөйтіп тұрған кезде қалайтынсың бүгін. Мысалы, от души шай ішкенді, мысалы мен құртпен шай ішкенді ұнатады екем, медпен, балмен шай ішкенді ұнатам да, соны түсіндім да, мысалы, соны ұдай жасап отыруға тырысам. Солай өз-өзіңіз сәл-сәл сыйлықтар жасайсыздар да өздеріңізге. Сонда қалайтын істеріңізді анықтап алыңыз. Қандай тамақ ішкенді ұнатасыз? Ол бірден болмайды, енді бәрі жай-жайдан болады.
қандай нәрсе қалайсыздар, анықтаңыздар. Қалайтын іс көбейген сайын, қалайтын өз-өзіңіздің қалайтын әрекетіңіз көбейген сайын, сіздің жолыңыз ашыла бастайды. Сізге көмекке потокқа түсе бастайды адам. Сізге көмекке адамдар келе бастайды. Сізге да, түсінесіздер ме? Көмекке адамдар келе бастайды. Бірақ андай неге айналып кетпеу керек та, мынау тырналап жетем дейді ғой. Біз қазір көп адамдар тырналап жүрміз. Тырналап жетем. Мен осы уақытқа дейін сөйтіп жүрген адаммын да. Тырналап жетем деп жаңағы маркетингпен айналсам, тырналаймын, бәрібір оқымайды екен, мен бәрібір түсіндім мен. Вот басқа адамға тапсырдым. Сол сияқты тырналау болмайды. Жүрегіңнің қалайтын ісіңмен айналысу, ол іс сізді дамыту керек. Ол іспен сіз бесконечно айналыса беру керек та. Вот сол нәрсені табуларыңыз өте маңызды. Кәсіппен айналыспас бұрын алдымен өзіңіз қалайтын киім ұнап тұр ма, алыңыз. Өзіңізге қалайтын бір не ұнап тұр ма, алыңыз. Ақша өмірі жетпейді. Шайды жақсы көрем дейді, тәуелдік емес па? Шай енді наркотик деп жатады ғой, бірақ біз қазақпыз ғой енді. Шай ішпесек нешеміз, айтыңыздар. Организмге жылы шай өте маңызды. Организм мұздай іше алмайды. Организмге жылы су өте маңызды. Ыстық қып ішпесек те жылы қып ішу өте маңызды. Организмде жүру керек жылы нәрсе жүру керек. Организм іші, адамның іші 36 градустан жоғары ғой. Мұздай ішіп жерсеңіз, сіздің ішкен жегеніңіз сіңбей қалады. Сондықтан жылы шай маңызды. Ол тәуелдік дегенімен ол маңызды. Сұрақ болса қоя отырыңыздар. Уақытты тиімді, қалау деген осы уақытты тиімді пайдаланудан шығады, достар. Мен өз-өзіме тәжірибе жасап сіздермен бөлсем ғой, мен уақытымды өте тиімді пайдаланғым келеді, бірақ көбіне мидың қалауына ілесіп кетем, сотка қарап кетем, көбіне сотка ғой, гаджет қой. Инстаграм қарап кетесің, WhatsApp қарап кетесің, YouTube қарап кетесің деген сияқты. Яғни мидың, тәннің қалауына ілесіп кетеді екен. Бірақ жүрегім оны қаламайды. Мен соны анықтадым. Кәдімгідей мен өзіме бүйтіп қоятын болдым. Бүгін 3 рет кіресің Инстаграм соткаға, 5 рет. Және жұлдызша қоям сағат 9-да, 12-де деген сияқты. Және сол уақытта кірсең бітті, саған жұлдызша қоям. Соны миым анадан жұлдызша алам ғой, қазір дейді, соған тырысып тұрады да. Көбіне сіздің уақытыңызды көбіне не жейді? Сол нәрсеге шектеу қоюдың қажеті жоқ. Шектеу қойсаңыздар керісінше істемей қаласыздар, керісінше сыйлық беру миге. Сен егер осы уақытта осы нәрсеге уақытыңды кетірмесең, мен саған осындай сыйлық беремін деп миды алдау. Өз-өзіме тәжірибе жасап жүрмін осылай. Қазір шынымен де енді әсері бар. Әсері бар, действительно, бірден емес, бірден бәрі керемет болмайды. Жай-жайдан біз былай ойлаймыз да. Біздің миымыз былай ойлайды. Бүгін ертең бір күн істеймін да, осында әрін бір күнде керемет жасайым деймін да. Ары күні керемет нәтиже болып кетеді, бітті, супер, бәрі керемет. Олай емес, достар. Қашан ол нәрсе бізге әдет болады, сол кезде бізде нәтиже болады. Қашан бізде осы нәрселерімізді жаңағы қалау жазу, қалау бойынша жоспар жазу, алғыс жазу, тапсырмалар беріп жатырмын ғой сіздерге. Осы нәрселер қашан әдет болады, сол кезде нәтиже болады. Бір күн жазып, екі күн жазбай кетсек, онда ол қалады сол күйі. Блог туралы айтасыз ба? Блог туралы айтасыз ба? Блог деген ол біздің кез келген нәрседе адамда блог қалып қалады. Кішкентай кезден балада блог қалыптасып қалады. Көбіне ер адамдарда, мысалы, не істейді? Ер адамдарды қалай тәрбиелейді? Не істейді? Сен жігітсің, жылама дейді. Бітті. Жігіт адам жылауға болмайды дейді. Болмаса қыздарға бетеді, қатты күлуге болмайды дейді. Қыздарды сөйтіп тәрбиелейміз, бізде шошаңдама дейміз. Бір жерге барғанда балаларға не дейміз? Үндеме, сөйлеме. Әсіресе қазақтың қарапайым ауылда өскен балалары көбіне тұйық томаға болады ғой. Орыстың балалары жалмаңдап отырады, қазақтың балалары не? Өйткені блог бар. Тыныш отыр, сөйлеме, үндеме. Вот осындай блогтар біз эмоционалды түрде
ұрсамыз кей кезде. Эмоционалды түрде балаға ұрысқанның өзі блок. Ол блок болып қалып кетеді балада. Ол ертең сол блокпен бала жүреді, айналып өскен кезде сол блок анау болмайды, мынау болмайды, салыстыру. Баланың миында екі адам болады, салыстырып жүреді. Мен қалай жақсы адам болам, қашан жақсы адам болам, мынаны істесем жақсы адам болам, мынаны істесем жаман адам болам деген сияқты. Үлкен адам миында да сондай жүреді. Анализда сараптама жүреді. Сондықтан жақсы адам деген жоқ, жаман адам деген жоқ. Қандай адам бар? Өз-өзін қабылдаған, өз-өзін кемшілігін түсінген адам болды. Ойыңыздағы кемшілігін түсінген кезде біз өзімізді қабылдаймыз. Түсінесіздер ме? Әр адамда кемшілік бар. Кемшіліктен біз құтыламаймыз, достар. Ашудан біз құтыламаймыз. Біз көп қой, реніштен бәрібір құтыламаймыз. Бірақ қашан сол, мен ашуланамын, мен ашуландым, қашан біз мойындаймыз, қабылдаймыз және жібереміз, сол кезде біз өзімізді басқара бастайды екенбіз. Сол кезде біз өзімізді кінәламаймыз, сол ашуымыз, сол ренішіміз үшін өзіміз төмен санап, кінәлап, күйзеліске түсіп кетіп, сол кезде ғана біз өзімізді қабылдаған кезде біз еркін өмір сүремізді, өзімізбен өзіміз болып. Түсінесіздер ме? Мен де өте көп кітап оқығым келеді, бірақ мүлдем уақытымды жеткізе алмай жүрмін. Мен бір секрет айтайын ба? Кітап оқудың мен соңғы кезде пайдаланып жүрген әдіс жүгіріп тұрып оқимын. Кәдімгі ноутбукты қоямын бетке, сол жерде жүгіріп тұрып оқимын. Күшті потокқа кірем, кәдімгі бір жағы жүгірем, бір жағы секірем, бір жағы кітап оқимын. Вот менде де уақыт жетіспейді сол кітап оқуға. Істейміз енді, уақыт табу керек. Күнде 15 минут, 20 минут. Егер кітап оқуды қаласаңыз, күнде өзіңіз үшін бәрібір, мысалы, тамаққа уақыт табасыз, біреумен сөйлескенге уақыт табасыз, кітап оқуға уақыт табыңыз өзіңіз үшін, егер соны қаласаңыз. Мидың таза болуына үйдегі заттардың орында тұруы үй тазалығы кіреді ма? Мынандай адамдар бар, перфекционизм дейді, яғни бәрін үйдің тазалығымен өлшейміз. Мен мамам сондай, былайда үйің жарқырап, бір жерде бір қыл жатпау керек, сол кезде сен тірлігің жүріп кететін сияқты болып, үйді азаннан кешке дейін тырналай береді. Маған да сол нәрсе кіргізіп қойған ғой, маған сондай установка мама маған да. Онымен байланысты емес, шын айтайын, бірақ үйдің тазалық, конечно, көңіл күйге әсер етеді. Үйде артық заттар, мен өзім артық киім болса беріп жіберемін, үйде ұстамаймын. Энергия болса үйдің ауасы кеңейеді деген әңгіме ғой. Үйдің таза болғаны жақсы, бірақ андай слишком неге кіріп кетпеу керек та, прям үйім таза болса менің миым тазарады деп шаршағанша, өлгенше істеп қалап тұрма миыңыз, шегімен істеу керек та, мөлшермен. Қалап тұрма, мөлшермен істеңіз. Бір күн былай, бір күн мына бөлме деген сияқты. Бір күнде бәрін бітіріп тастап, ол ертең бәрі шашылады ол үй. Просто мида демалыс жоқ та, ми қалайтын ісін білмейді, сол үйдің тазалық арқылы алғысы келеді та. Түсінесіздер ме? Үйдің тазалығымен өлшейді мида бәрін. Қандай блок бар екен, қалай анықтауға болады? Қандай блок бар екенін, медитация кезде анықталады. Сосын өзіңізді бақылаңыз. Бақылау жаттығуын бермеді ме сіздерге? Өзіңізді бақылаған кезде анықтайсыздар. Мысалы, автоматты түрде біреуге ашуланып жатқан кезде, мысалы, бір ойлар келіп жатады аяқ астынан да, автоматты түрде бір келетін ойлар, автоматты түрде жасалатын әрекеттер, бақылау, ол сіздің блоктарыңыз. Сол блоктарыңызды жай ғана бақылап үйренсеңіздер, өздеріңізді түсіне бастайсыздар. Бақылау өзіңді оңай нәрсе емес, ол да жай-жайдан болатын процесс. Өздеріңіз түсінесіздер, ой деп күлетін боласыздар өздеріңізге. Мен мына жерде бұрын бүйтіп ойлайды екен, оказывается, менде сондай блок бар екен ғой, шын мәнінде деп. Сол үшін мен өстіп айтып тұр екен ғой деп ше. Қорғану деген көп қой блоктардың түрлері. Өте көп, неше түрлі жағдайға байланысты әр түрлі блоктар бар. Бақылаңыздар, түсінесіздер, өте оңай ол.
Ронды Берн тайна секрет деген кітап өте керемет. Қайрат Ашбаев. Я міндетті түрде оқимын. Рахмет сізге. Медитация кезде қалай анықтауға болады? Қорқыныштар болады бойда. Қорқыныштар болады. Бойда қорқыныштар болады, бір терлейді деген сияқты ғой. Медитация көбірек жасай беріңіздерші. Жасап жүрсіздер ме медитация? Мен былайда достар, мен былайда өзіңді кінәлаған кезде, өзіңді кінәлап жасайды ғой кейбір адам. Мен мынаны жасауым керек, мен мынаны жасамасам адам емеспін мен. Мына топтағылардың бәрі жасап жатыр, мен жасай алмай жатырмын, мен бір төмен адаммын, мен деп өз-өзіңді егер ішің сөйтіп айтып тұрып жасайтын болсаң, ол ұзаққа бармайды. Түсінесіздер ме? Ол ұзаққа бармайды. Өзіңді кінәлап жасату, өзіңді төмен санап, елден қалып кетпейін деп жасату нәрсе, ол ұзаққа бармайды. Қашан сіз өз-өзіңізге риза болып, мынаны жасап көрейінші деп миыңыз соған дағдыланып, рахаттанып жасаған кезде, вот сол кезде ми жасай бастайды ұзақ мерзімде. Басымнан өтті. Шынымен бөлсейінші, өз-өзіңді кінәлау арқылы болмайды нәрсе. Кінәламаңыздар, өздеріңізді никак кінәламаңыздар. Балаңызға, қызыңызға ұрсып қоямын. Сіздер былайда, мен де бұрын ұрсатым, көп ұрсатым, ұратым даже да. Ашуланған кезде. Қашан адам өзімен жұмыс жасау бастайды, қашан ойды бақылай бастайды, сол кезде сіздерде эмоцияны қашан бақылай бастайсыздар, сол кезде өз-өздігінен жоғалып кетеді. Ұру түгіл, даже ұрсу деген нәрсенің өзі жоғалып кетеді. Өздеріңіз бақылап көріңіздерші, даже қатты ұрыспайтын боласыздар да, бірақ қашан сіз жан сақтау күйге еніп кетесіз, өзіңізбен жұмыс жасамай кетеді ғой адам. Жан сақтау күйіне еніп, күнделікті бір тірлік қайталанып, өз-өзіңізбен қалай жұмысты тастайсыз, миыңызбен жаңағы тапсырмалар орындамай, сол кезде қайтадан ұрсу басталып кетеді, қайтадан ұрса бастайсыз. Сондықтан қалай өз-өзіңізбен жұмыс жасайсыз, сол кезде бәрі болады. Бәрі болады. Өздеріңізбен просто жұмыс жасаңыздар. Жұмыс жасасаңыздар, бәрі болады. Өзімізді просто бұрын мен түсінбейтін, быть как ребенок дегенді бір көп естиміз ғой интернетте, будь как ребенком, бір нәрсе, жить как в потоке деп түсінбейтін мен. Қалай ребенок болып өмір сүру, сөйтсем былай, мен қазір түсініп келе жатырмын да, ребенок болып өмір сүру деген, яғни бала сияқты әр сәтіне қуанып, әр сәтіңді сезініп, әр сәтіңе алғыс айтып, айналадағылардың кемшіліктеріне мән бермей, балалар ешкімнің кемшілігіне мән бермейді ғой, байқайсыздар ма? Өзіңмен өзің болып үйренген кезде, өзіңнің қалауыңды орындап, балалар өзің қалауымен жүреді, ойнайды, күледі. Бала сияқты болған кезде біздің мінезіміз өзгереді, біздің айналамыз өзгереді, біздің жағдайымыз өзгереді. Балаға ұрыспау керек. Дұрыс айтасыз, жақсы көру керек, балаға ұрыспау керек. Ұрысу арқылы біз балалар тәрбиелемейміз. Мен соған 100% көзім жетті. Сұрақтарыңыз бар ма? Бүгін бір сағатқа таяп қалыпты. Жақсы эфир болды деп ойлаймын. Біраз нәрсе, негізі ғылыми түрде айтатын нәрселер бар еді. Бүгін тапсырманы тағы қайталай отырайын. Күнделікті мен не қалаймын? Соны жазыңыздар. Топқа жіберіңіздер. Мен не қалаймын? Соны жазыңыздар. Жоспар жазған кезде мен не қалаймын деп жазыңыздар. Мен мынаны жасауым керек, мынау міндеттімін деп жасайтын болсын. Жасауым керек, мынаны деп өз-өзіңіз сүйрелеп, онда керек емес. Түсінесіздер ме?
міндет деген нәрсе бар, қалау деген нәрсе бар. Көп адамдардың стресске түсіп, күйзеліске түсіп жүретін себебі міндет пен қалауды айырамайды. Мен бұл туралы айтпап қоя. Міндет пен қалауды айыра алмайды. Күнделікті мысалда қараңыздаршы, әйел адамға отбасына тамақ істеу міндет, дұрыс па? Әйел адамға балаларына сабағына қарау міндет. Ол міндет қой бізге, Енді мен бұны миыңыз оны міндет деп түсінген кезде не істейді? Стресске түседі. Миыңыз оны жек көріп жасайды. Ой, нәбір тамақты, енеңізге қызмет етуді міндет деп қараған кезде, мысалы, қарапайым, тамақ істеуді міндет деп қараған кезде, сіз оны жеп көріп жасайсыздар. Түсінесіздер ма? Оны қалай қалауымға ауыстырамыз, қалайымға ауыстырамыз? Қалай? Шынымен де алғыс айтып, шын мәнде ол міндетті іс емес қой сізге, дұрыс па? Сіз оны өз қалауыңызбен, ол сізге Алланың берген отбасы, өз қалауыңызбен оны тамақты істеп беріп жатсыз. Тамақ істемесеңіз өзіңіз аш қаласыз, балаларыңыз аш қалады. Қарапайым мысалда, жұмысқа баруды кейбіреулер, ой, осы бір жұмысты жеп көрем, міндеттімін деп барады, қиналып да. Егер ол жұмысты шынымен жеп көріп атсаңыз, онда шығыңыз да кетіңіз басқа жұмысқа. Ал егер ол жұмысты сәл де болса сол жұмыс сізге ұнап тұр ғой, яғни барып істеп жүрсеңіз, онда оны қалайымға ауыстырып, ол жұмысқа алғыс айтып, солай жасау керек. Түсініңіздер ме? Алғыс айтуды білмейміз, көп адамбыз да, благодарность жоқ бізде. Міндеттімін деп шаршап жана жүрген кезде мен енемен өсіп сөйлесуге міндеттімін, олардың қабағына қарауға міндетті емессіз ешкімнің алдында. Ешкімнің алдында ешкім міндетті емес. Міндеттімін деп алған істеріңізді анықтаңыздар да құрт жойып тастаңыздар. Ал істелу керек істер бар, ол қалаймын, бәрібір қалаймын іс, оны қалаймынға ауыстырып жақсы көріп істеңіздер. Істеу керекпіз. Вот бір апта болса да демалғанды қалаймын. Жазыңыз, неге демалуға лайықты емессіз? Жазыңыз, бір апта демалғанды қалаймын. Енді бір апта демалуға жету үшін сіз күнделікті қалауды көбірек орындауыңыз керек. Бірден бір апта демалыс Вселенная сізге бере салмайды. Сіз қашан өз-өзіңізді жақсы көріп, күнделікті өмірде өз-өзіңіздің қалауыңызбен өмір сүріп, өз-өзіңізге жаңағы миыңызды сыйлықтар беріп деген сияқты, қашан соны көбірек жасайсыз, сол кезде сізге бір апталық демалыс келеді. Бір апталық демалысты бірақ жазып қойды, ұмытпаңыздар. Мен осындай зона отдыха баруды қалаймын. Міндетті түрде болады, достар, осы нәрсеге сенетін болдым. Алдыңғы күннің сабақтарын YouTube сілтемемен жіберген едім. Сабақ бітеді қазір. Неше айға дейін дейді? Медитация кезде инсайт ойлар, негізі жалпы біздің күнделікті миымызға идеялар, инсайттар көп келеді. Бірақ олар көбіне жүзеге аспай қалатын себебі ұмытылып қалады. Біріншіден ұмытылып қалады. Екіншіден біз жазбаймыз. Үшіншіден адамда негізі үш ой бар. Идея келеді, критический идея ой, және критический, және жоспарлау ой бар, пландайды. Вот сол кез біздің миымыз көбіне идея келгенде не істейді? Критика. Сынауға үйреніп қалған ғой, біреуді сынауға, біз өмір сондаймыз ғой, миымыз біреуді сынап отырып, мына мінезін ай, анау мұндай, вот біреуді сынауға, өзімізді сынағанға үйреніп қалғанбыз біз да, өзімізді сынап отырамыз. Ой, осы мінезіме ондай деп. Вот критический ойға біз жүгініп кетеміз да, идеяның бәрі жайына қалады. Қазақтарда әсіресе. Сондықтан біздің қазақтарда кәсіпкерлер аз. Сондықтан Уолт Дисней, мен бұны каналымда да айтқан болуым керек. Яғни идея келген кезде критический ойды кейінге сырып қойып, жоспар жазу керек. Сол идеяға бірден сразу дәптерге түсіріңіз, бір идея деген дәптер арнап алыңыз да, күнделікті келген идеяны түсіріңіз да, сразу жоспар құрып тастаңыз. Өтірік не келді бұл ойыңызға, соны құрып тастаңыз. Со временем ол өзі жүзеге аса бастайды да, жайлап. Негізі
жазылған нәрсе жүзеге асады достар. Ойда жүрген нәрсе ешқашанда жүзеге аспайды. Не болса да жазу арқылы жүзеге асу. Дәптерге мимен нейрон, қол мен мидағы нейрондар өте байланысты. Сондықтан қолдың моторикасын дамытуды қолға алу өте маңызды. Жазу арқылы көп нәрсені іске асыруға болады екен. Миыңыз жетпей тұрған нәрсені жазу арқылы шешімін табуға болады. Мен не үшін сіздерге интеллект карта бердім? Өте интеллект карта өте мықты құралда, просто қадірін білмей, құнын түсінбей тұрсыздар. Көбірек пайдалана берсеңіздер түсінесіздер құнын. Сабақты аяқтайық. Көп сөйлеп кеттім ба? Сұрақтар болса жауап берейін. Сабақ ұнады ма? Сабақ ұнаса лайк қоя отырыңыздар. Тапсырмалар жасап жүрсеңіздер, кері отзывтар жіберіп отырыңыздар. Маған отзывтарыңыз өте маңызды. Инстаграмға салам, елге көрсетем деген сияқты. Сұрақтар болса қоя отырыңыздар. Сабақты аяқтаймыз. Осы сабақтың уақыты аяқты. 1 сағатқа таяп ұзақ болып кетті. Чернота медитациясы неше ай жасау керек? Қаншалықты қалайсыз, соншалықты жасаңыз. Bir апта кейбір адамдар шығып кетеді. Адам өзің қалауын білмеген кезде көбіне мынандай болады екен достар. Былай. Әркімнен сұрап жүреді, қанша жасауым керек, қалай жасауым керек. Өзіңіздің қалауыңызға жүгінген кезде адамда мындай болады да, интуиция ашылады. Адамның 3-ші көзі бар ғой, интуиция ашылады да, мен осы қалауым бойынша осыны жасаймын. Мен қалауым бойынша мынаны что-то жасамауым керек сияқты. Мен что-то мына жерге бармауым керек сияқты. Сол кезде сондай ойлар келе бастайды. Өз қалауларыңызға жүгініп үйреніңіздер, достар. Өз қалау деген керемет, супер құралда. Супер құрал. Бірақ мидың қалауы тәннің қалауы емес. Мидың қалауы, тағы да айтамын, ол жаңа ұйқы, күлкі, жаңағы не ғой, көп ішіп жеу, сериал көру, YouTube көру, Instagram көру, ондайға емес. Жүректің қалауына ілесу. Интеллект картаны түсінбей жүрмін. Интеллект карта деген былай ғой, мидағы нейрондар сияқты. Сіз ортаға өзіңіздің мәселеңізді қоясыз да, соған арғарай бұтақтар, кәдімгі талдың бұтағы сияқты жазасыздар. Мысалы, сізде қандай мәселе бар? Мәселе болсын, план болсын, жоспар болсын. Мысалы, менен осындай мәселем, оның шешімі, бір нәрсе. Мен айтайын ба, мен интеллект картам, маған қатты көмектесіп жатыр, шынымен ше. Бұлай жасай беремін. Қалай ұнайды, солай жасай беремін. Бұлай ақпаратқа мен істеп жүрмін. Бұлай жасай беремін. Бұлай жасай беремін. Бұлай жасай беремін. Жаза беремін. Қалай сіздерге ұнайды, солай жаза беріңіздер. Бұлай, на бетіне, бұлай да. Сосын А4-ге жазып үйрену өте маңызды. Осындай үлкен миға кеңістік керек. Мен бұрын түсінбейтім. Мен кішкентай мынандай дәптерлер, блокноттар сатып алатын да, бірақ сол ортасына келетін да ары қарай жүрмей қалады, түсінбеймін да. Неге мен осы аяқты? Сөйтсем мен миыма пространство керек екен. Мен ол курсқа қатысқанда түсіндім. Вот пространство керек миға. Осындай пространствоға даже мынандай плакаттар сатып алып қойдым. Плакаттарға жазып үйреніңіздер бизнес жоспарларыңызды. Міне мен бастағаныма көп болған жоқ. 1 ай болды, 1,5 ай ма, 2 ай болды ма? Масқара көйіп кетіп қой. Интеллект карта мақтанып отқан жоқ, көрсетіп отырмын да. Интеллект карта күшті, прямо күшті. Мен бүйтіп жазам. Қызыл жерін ми түсінеді да, сол ми түсінеді. Интеллект картаға түскен кезде қызыл қойыңыз мәселеңізді. Сол кезде ми ой бұл мына істейін дейді. Түсінесіздер ме? Даже күнделікті жоспарым солай. Сонымен өз қалауымызға жүгінеміз. Тапсырма өз қалауымызды бүгіннен бастап анықтаймыз. Қалау жоспар жазып үйренеміз. Болды, жетеді осы тапсырма. Алдыңғы тапсырмалар бар, онсыз да сіздерде осы. Сосын спортпен, жаттығумен айналысамыз. Вариабельный сердце көбейтеміз. Таңертең тұрып, қайырлы таң деп отырмай, ары қарай кішкене жаттығу
жаттығу жасап бөлісейік, бір-бірімізбен медитация жасап бөлісейік. Сонымен достар, бүгінгі сабақ аяқталды. Аудио түрінде жіберейін ба, жібермейін ба деп ойланып отырмын. Жібермей-ақ қоямын ау, аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Аудио түрінде жіберейін ба топқа? Вариабельность сердцаны көбейту, вариабельность сердцаны көбейту өте маңызды. Жаттығу. Жаттығу. Все. Күйзеліске түсіп жатсыз ба, спортпен айналысыңыз. Стресте отырсыз ба, спортпен айналысыңыз. Все. Жібермеймін, Сау болыңыз. Рахмет. Сіздерге де көп рахмет. Қайырлы. Сағат қанша болды? 11:30 болып кетті. 11:30. Все, сау болыңыз. 11:30 қайдан тұрып қойыппын.